намазды жалқаулықпенен оқымай жүрген адамдардың үкімін шариғатымыз ауыр бағалайды. Екі жалқау бар дейді. Біреуі анда-санда жалқаулық қылатын жалқау дейді. Ол адам фасық болып саналады дейді. Ал егер әрдайым оқымай жүрген болса бұл жалқаулықпенен, ол адамда күпірлік бар деп саналады дейді. Ол адамда жүрегінде күпірлік бар деп саналады дейді. Мойындайды бәрін. Намаз парыз, оқу керек. Мойындайды, бәрі келіп тұр. Сол адам намазын оқымаса, күпірлік жүрегінде орнығып жатыр деген сөзді білдіреді. Қияметте ең бірінші сұралатын нәрсе намаз ол. Егер сол намаз бүтін болса, қалған амалдарыңыздың бәрі бүтін болады. Егер сол намаз бүтін болмаса, қалған ісіңіздің бәрі түтін болады.